Дональд Трамп. Соңғы уақытта бұл есімді сізбен қоса бүкіл әлем күнде естіп келеді. Бірі оны инфоповодтарды төге беретін нағыз шоумен президент десе, басқалар ол шынымен де ақшты қайтадан ұлы қылады дейді. Бірі оны жек көрсе, бірі тамсанып мақтайды. Қалай болғанда да Дональд Трамп ешкімді де жай қалдырмай тарихта аты қалары сөзсіз. Ал Америкада осындай президент болу үшін байдың баласы болып туу міндетті ме? Бизнес жасап, миллиондаған доллар тауып, бірнеше миллиардқа қарызға кіру шарт па? Бүгін осы сұрақтарға жауап беріп, Дональд Трамптың шыңға өрбеу тарихын айтып береміз. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Әрине, Дональд Трамп әлі бітпеген тарих. Бірақ дәл бүгін ол әлемді өзгертетін тарихи шешімдерді қабылдап жатқан соң, Дәкең жайлы бөлек видео шығаруды жөн көрдік. Сары шашы ұйпаланған президент сияқты амбициялары тасып жатқан жігіттер мына видео сіздер үшін қызықты болары сөзсіз. Достар, бастамас бұрын өте маңызды өтініш. YouTube-тың алгоритмдері өзгеріп, енді комментарийлердің маңыздылығы одан да арта түсті. Сондықтан бұл видео ұнаса да, немесе көңіліңізден шықпаса да, пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймыз. Сонымен Дональд Трамп кеттік. 2024 жылдың 13 шілдесінде 20 жасар Томас Крукс ақштың 45-ші президенті болған Дональд Трампты өлтірмекші болып бірнеше рет оқ атады. Алайда дәкеңді Құдай сақтап, оң құлағы жарақаттанып аман қалады. Қапыда бір адам мерт болып, екі адам ауыр жарақаттанғанмен, Американың қазіргі басты қаһарманы аман қалғанына жұрт мәз болып, Трамптың даңқымен оны қолдайтындардың саны арта түседі. Бұл оқиғадан кейін көпшілік енді точно Дональд Трамп тағы да Американың президенті болады десті. Шынымен де 2024 жылдың қарашасында миллиардер, кәсіпкер, саясаткер, шоумен Дональд Трамп ақштың 47-ші президенті болып сайланады. Содан бері дәкең жаңалықтардың басты беттерінен түспей келеді. Бұл жалпы шоу-бизнестің ең негізгі ережелерінің бірі. Әрқашан жұрттың назарында болып, сені үнемі талқылап отыру керек. Себебі халықтың назары бұл ең құнды капитал мен ресурстардың бірі. Бұл қағидал ережені Дональд Трамп бүкіл Америкаға аты шығып, миллиондаған аудиторияны жинаған Apprentice немесе Miss Universe сияқты танымал телешоуларды жүргізгенде жақсылап тұрып меңгеріп алып, әлі күнге дейін сәтті қолданып келеді. Бұл неткен шоулар және Трамптың негізі кәсібі шоу жүргізу болған ба десеңіз, бізді мұқият тыңдауға дайын болыңыздар. ақштың қазіргі президенті қаншалықты батыл авантюрист екеніне көздеріңіз жетіп таңғаласыздар. Дональд Трамптың бизнестеріне кіріспес бұрын оның кәсіпкер ретінде қалыптасуына не әсер еткені жайлы айтып берейік. Америка, өздеріңіз білетіндей, эмигранттардың елі. Бұл жайлы Америка қалай пайда болғаны туралы мына видеомызда айтқан болатынбыз. Сілтеме арқылы өтіп, қарап шықсаңыздар болады. Ал 1869 жылы BMW-ның отаны неміс елінің Бавариясында Фридрих есімді жас жігіт қарапайым тіпті кедей отбасында дүниеге келеді. 16-ға толғанда бұл жігіт әскери қызметтен құтылу үшін Америкаға көшеді. Ол заманда Атлантиканы 10 сағатта ұшып өтетін ұшақтар жоқ. Тек кемемен ғана адаспасаң 14 күнде шайқалып жетесің. Жалпы аман жетудің өзі үлкен жетістік. Бозбала Фридрихтің американдық арманы орындалып, бизнес жасап байып кетіп, ауылындағы бір қызға үйленіп, үбірлі-шүбірлі болады. Ал 1918 жылы қайтыс болғанда жесірі мен 3 баласына Нью-Йорктағы бірнеше жер телімі мен жылжымайтын мүлік бизнесін қалдырады. Бұл бизнесті ұлы Фред сәтті жалғастырып, миллионер атанады. Оның бизнес стратегиясы барынша қауіпсіз әрі кепілді мемлекеттік тапсырыстарды, бізде айтқанда тендерлерді орындауда негізделетін. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғысынан кейін ақш үкіметінің арзан тұрғын үй құрылыс бағдарламалары арқылы ірі тапсырыстарын алып, ардагерлерге арналған мыңдаған пәтер салады. Доллар тарихы жайлы видеомыз айтқанымыздай, соғыс байып кетудің ең керемет құралдарының бірі. Фред те соғыстың берген керемет мүмкіндіктерін мүлт өткізбей жағдайын жасап алады. Ал 1946 жылдың 14 маусымында бизнесі өрге жүзіп келе жатқан Фредтің отбасында 4-ші баласы бүгінгі басты кейіпкеріміз Дональд Трамп дүниеге келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, Дони дәулетті отбасыда дүниеге келеді. Әкесі Фрэнк Трамп болашақ президентті молшылықта тәрбиелеп, үлкен жетістіктерге жету үшін қажетті барлық нәрсені беруге тырысады. Алайда Дональдтың бұзық мінезі сәл өзгерістерді енгізеді. Басында Дони элиталық жекеменшік мектепте білім алғанымен, бұзық мінезін тізгіндеп баланы сабасына түсіру үшін 13 жасар Дональдты әкесі біздің Жасұлан сияқты әскери академияға түсіреді.
Кейінірек осы кезеңге байланысты өзінің автобиографиясында бозбалалық кезімде маған бәрінен де бұзық болу ұнайтын еді дейді King. Құрдастарының айтуы бойынша бозбала Дональд басқаларға күн көрсетпейтін, қазір тілмен айтқанда боулингтің шебері болған екен. Мектептен кейін болашақ президент кілең байдың балалары оқитын әйгілі шырмауық лигасына кіретін қымбатты абыройлы Пенсильвания университетінде экономика мамандығын меңгереді. Енді жұрттың бәрі металлург бола бермейді ғой. Оқудың бітісімен әкесінің компаниясында жұмыс істеп, жақсы нәтиже көрсете бастайды. Мысалы, әкесі Огайо штатында бір үлкен тұрғын үй кешенін сатып алып, жалға бермекші болады. Бірақ клиенттер табыла қоймайды. Дональд болса модернизация мен жарнамаға ақша салып, бұл кешенді $12 миллион сатып жіберіп, таза 6 миллион табады. Яғни оқуды бітіргеніне 2 жыл болар болмас, Дональд Трамп $6 миллион көтереді. Жаман емес, Жалпы жоғарыда айтқанымыздай, Трамптың кәсіпкер ретінде қалыптасуына не әсер етті десек, оның тегі, яғни отбасылық кәсібі мен Құдай бере салған көшбасшылық әрі қырсық мінез десек қателеспеспіз. Дональд Трамп ата кәсібін жалғастырғанымен, әкесіне қарағанда бизнес жүргізу ісінде мүлдем басқа көзқараста болатын. Мысалы, әкесі табысы орташа деңгейдегі адамдарға арналған қарапайым арзан үйлерді сатып байыса, Дональд өзі сияқты молшылықта өсіп, бұл өмірдің ең асылын алғысы келетін жағдайы бар элитаға, яғни Америка қоғамының қаймағына арналған нәрселермен айналысқысы келетін. Сол себепті әкесінің сенімін ақтаған соң, жас жігіт 1971 жылы компанияның тізгінін өз қолына алып, оның атын The Trump Organization деп өзгертеді. Сосын үлкен әрі айқайлап тұратын атышулы жобаларға кіріседі. Жалпы Трамптың өмірбаянында үлкен, қымбат, элиталық, люкс, пафосты деген нәрселер өте жиі кездеседі. Оның алғашқы үлкен жобаларының бірі әбден ескіріп тозығы шыққан Commodore қонақ үйін күрделі жөндеуден өткізіп, оны Grand Hyatt деп атап, жаңадан жарқыратып тұрып ашады. Ал 202 метр биіктігі бар Trump Tower болса, Grand Hyatt-тан асып түсетін және бүкіл әлемге танылған Дональдтың келесі жобасы болады. Оның ішінде бәрі люкс. Люкс апартаменттер, люкс кеңселер, люкс тұрғындар, жалпы бәрі люкс. Керек десеңіз, терезеден ашылатын көріністің өзі де люкс. Трамп Тауэр тұрғындарына Нью-Йорктың әйгілі орталық саябағына ашылатын көріністі бөгемеу үшін Дональд сол бағыттағы ауаны сатып алады. Достар, дұрыс естідіңіздер, ауаны сатып алады. Америкада ондай да болады екен. Яғни бұл жерде үй салуға болады, бірақ биік ғимарат саламайсың. Дональд Трамп өзінің сәтті бизнес жобаларын бір нәрсесіз іске аса алмайтын еді. Ол бухгалтерия. Онсыз сен Америкада бизнес жүргізу түгілі жай қатардағы азамат ретінде өмір сүруің өте қиын болады. Біздің елде ақш-тың артынан капитализмнің жарқын болашағына бара жатқан соң, алдағы уақытта бухгалтерияның маңыздылығы тек арта бермек. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, не Яндекс Такси, IT, маркетинг, дизайн сияқты салаларында фриланс қызметін көрсетіп, мен сияқты бухгалтериямен басыңыз ауыртқыңыз келмесе, бухгалтерия бағытындағы Қазақстанның ең үздік финтехі Пайда компаниясын ұсынамын. Біріншіден, кәсібіңіздің бүкіл есебін телефоныңыздағы қолданба арқылы жасай аласыз. Яғни, уақытыңызды қағазға емес, бизнес жасап ақша табуға босатасыз. Екіншіден, барлық есеп-қисап заңға сай. Айлық төлеу, келісім шарттар, құжаттар бәрі автоматтандырылған. Қателікке орын жоқ. Салық органдарымен проблема туындаса, Пайда оны да реттейді. Мысалы, мен бір жолы білместіктен 1-2 минутта жасайтын отчетты тапсырмағаным үшін салық комитеті маған үлкен штраф салған болатын. Бұл проблеманы да Пайда шешіп берді. Мен бұл компанияның иесін жеке танимын. Ауылдан шығып, арманын іске асыра білген қарапайым қазақтың баласы. Оған қоса, TMD елдерінде Пайданың қызметіне сұраныс өскенін естігенімде, бұл жігіт үшін мақтанышымда одан да арта түсті. Жалпы достар, егер сізге де ертең лақтырып кетпейтін сенімді бухгалтер керек болса, төмендегі сілтеме арқылы тез Пайдаға тіркеліп, мықты, сапалы жасалған отандық өнімді қолдаңыздар. Ары қарай Дәкең аттың басын одан да жібереді. Шығыс жағалауының Лас-Вегас атанған Атлантик Ситидағы бақанды 3 казино алғашқы 2 жылында әлемнің ең биік тұрғын үй ғимараты болған 72 қабатты Trump World Tower секілді жобаларды іске асырады. Дональд отбасымен Нью-Йорктағы өз тауырының ең жоғарғы 3 қабатына жайғасады. Тіпті президент болған кезде де ол жақтан көшіп кетуден бас тартады. Сол жоғарыдағы кеңсесінің терезесінен әйгілі Plaza отелі көзіне түсе беріп, әбден мазасын алады. Күнде көре бергеннен кейін, осын сатып алайын ба деген ой келеді. Ойлана ақыры сатып алады. Соның арқасында біз бала кезде сүйіп қарайтын, бір аңғал қатын жыл сайын кенже баласын үйінде жалғыз қалдырып кете беретін фильмге де түсіп үлгереді.
Ары қарай өзінің танымалдылығымен алғашқы сәтті жобаларының буымен Трамп өте қымбат әрі рискі жоғары жобаларға кіріп кетеді. Атлантик Ситидағы өзінің атындағы Тадж Махал, Plaza Hotel and Casino, Trump Castle сынды пафосқа толы бірнеше казино ашады. Бұл ауқымды жобаларды іске асыру үшін Трамп көбінесе банктар мен жеке инвесторлардан өте жоғары пайызбен несиеге, яғни қарызға ақша алады. Алайда өкінішке орай, дәл осы жерден Трамптың кәсіпкерлік өмірінде сәтсіздік кезеңдері басталады. Жоғарыда айтылған жобалардың кейбіреулері табыс алып келгенімен, банктардың өте жоғары өсім пайыздарын жабуға жеткіліксіз болады. Соның кесірінен Трамп істі болып, қарызға белшесіне батып, бірнеше рет банкрот болуға сәл-ақ қалады. Енді мына жағдайды елестетіп көріңіз. Сіз 40-тан асқан бүкіл елге танымал кәсіпкерсіз. Аты шулы жобаларыңыз сәтсіздікке ұшырап, банкрот болғалы тұрсыз. Банктар қарыздарыңыздың кесірінен шоттарыңызға арест салып, қаражаттан қысылып отырсыз. Жағдай өте қиын. Бұндай жағдайда сіз не істейтін едіңіз? Ойланып көрдіңіз ба? Ал Дәкең болса, өзінің өмірлік тәжірибесімен қазіргі жағдайына қараса, оның ең басты капиталы Дональд Трамп деген дүркіреген есімімен оның репутациясы екеніне анық көз жетеді. Ендеше неге осы есімнен монетизация, яғни ақша жасамасқа деп Дәкең өзінің атын сатып, түрлі бизнестерді бастап кетеді. Бұл бизнестердің иелігінде оның ешқандай үлесі болмайды. Тек өзінің танымал атын қолдануға рұқсат бергені үшін қомақты сомада әжептәуір төлемақы алып отырады. Осылайша Trump Shuttle Airlines әуе компаниясы, Trump Magazine жылжымайтын мүлікке арналған журнал, Trump университеті, Trump Steaks, Trump Vodka секілді компаниялар жоғарыда айтылған әдіспен дүниеге келеді. Өкінішке орай, бұл жобалардың барлығы шығынға ұшырап, жабылып қалады. Бірақ бұл бизнестердің жүрмей қалуы Дәкеңді еш мазаламайды. Себебі бұл компанияларға ол ешқандай ақша салмай, қайта өзі алдын ала төлемақы алып отырып, ұпайы түгел болады. Яғни Трамп сол кезден біз айтқанда блогерлер сияқты түрлі брендтердің амбассадоры болып, ақша таба бастайды. Енді егер де сен атыңды сатып, одан бренд жасап, жақсы табыс көріп отырсаң, бұл брендті күшейтіп, оны ары қарай дамыту керек қой. Осы мақсатта Трамп нағыз шоуменге айналады. Американың барлық дерлік танымал шоуларына қатысып, көптеген интервьюларында жұртты таң қалдыратын баяндамалар жасап, жаңалықтар мен телевизордан түспей қояды. Осылайша 4 миллиард доллар қарызы болса да, салтанатты өмір кешіп, шіріген бай, жалпы американдық арманын іске асырған successful person, яғни жетістікке жеткен адамның образын әбден өзіне бекітіп алады. Осы шоулардың ішінде Дональд Трампқа Лос-Анджелестегі әйгілі даңқ аллеясындағы жұлдызды сыйлаған бүкіл Америкаға танымал Apprentice, яғни шәкірт немесе үміткер деп аталатын шоуды ерекше атап өтуге болады. Біздің елде бұл шоуды біле білмейді, алайда ақш-та бұл шоудың танымал әрі сұранысқа ие болғаны соншалық, оны 14 жыл бойы көрсетеді. Телешоу үшін бұл үлкен көрсеткіш. Шоудың мәнісі мынада: үміткерлер Трампқа жұмысқа орналасу үшін ондаған метрлерге созылған кезекте тұрып, топ-тобымен келеді. Қабілеті бар адамдарға Дәкең тапсырма береді. Егер үміткер көңілден шықпаса, "You're fired", яғни жұмыстан қуылдың деген естіген адамның салы суға кететін танымал сөзін айтады. Бұл шоуға қатысқаны үшін түрлі деректерге сәйкес Дональд Трамп 200 миллион доллардан астам табыс тапқан екен. Айтпақшы, кезінде бұған ұқсас шоуды біздің елде ұлттық арнада Қуаныш Шонбайлар жасап, біраз көрермен жинаған еді. Достар, мен кәсіби саяхатшымын. YouTube'тағы блогымнан бөлек әлемнің көптеген елдеріне авторлық турларды ұйымдастырамын. Алдағы уақытта Америка құрама штаттарына аттанамыз. Бұл сапар барысында Нью-Йорк, Лос-Анджелес секілді қалалармен қатар ақштың табиғи ерекшеліктерін тамашалап, кинода талай рет көрген таныс жерлерді өз көзімізбен көреміз. Құдай қаласа, бұл сапарды гид ретінде өзім бастап, ақш тарихы жайлы тың мәліметтермен бөлісем. Ал егер бізбен сапарға аттанбай, жай ғана ақш визасын алғыңыз келсе, тағы да қызмет етуге әзірміз. Осы және тағы да басқа сапарларға қатысу үшін төмендегі телефон арқылы хабарласыңыздар. Осылайша Трамп түрлі шоуларға қатысып, қаржылық жағдайын біраз түзе болады. Алайда қалған миллиардтаған қарыздарын жабу үшін оған бірнеше факторлар көмектеседі. Біріншіден, әкесінің қаржылай көмегі. Фрэнк Трамп баласын құтқарып қалу үшін заңды да заңсыз жолдармен бірнеше рет көмектеседі. Екіншіден, банктердің өзі Трампқа болысады. Себебі Дәкең банкрот болып, қарызын қайтара алмай қалса, банктер де сұмдық шығынға ұшырайтын еді. Осы орайда Трамптың мынандай сөзі ойға келеді: егер сен банкке 100 доллар қарыз болсаң, бұл сенің проблемаң. Ал егер 100 миллион болса, бұл банктың проблемасы дейді. Бәлкім, осындай қолдаудың арқасында бүкіл әлемді дүр сілкіндірген 2008 жылғы дағдарыстың кезінде миллиардтаған қарызы бар Трампты банктер банкрот болудан сақтап қалып, кәсібін жалғастыруға мүмкіндік береді.
Осылайша саясатқа келмей тұрып аты аңызға айналған Дональд Трамп 2016 жылы консервативті республикалық партиясының атынан ақш-тың президенті сайлауы деп аталатын бәйгеге қатысады. Әккі саясаткерлер жүрген жерін шоу қылатын Дональдты басында менсінбейді. Алайда дәкең көптеген штаттарда қолдау таба бастаған кезде оған қарсы шара қолдану тым кеш болады. Америка халқы Трампты ақш-тың саяси лаңына әлі былғанып үлгермеген, елді шынымен де көркейтетін адам деп таниды. Осылайша 70 жасар шоумен әрі кәсіпкер Дональд Трамп ақш-тың 45-ші президент атанады. Оның бірінші президенттігі о бастан дауға толы болады. Сайлауды Кремльдің көмегімен жеңіп алды дегеннен бастап, негізінен мұсылман мемлекеттерінен келетін мигранттарды Америкаға кіргізбеуі, кедендік салықтарды көтеріп жіберіп, Қытаймен сауда соғысын бастауы. Жалпы бұл тізімді біраз жалғастыруға болады. Алайда бұл 4 жылдық Америка үшін, әсіресе оның экономикасына өте сәтті әрі табысты болады. Жұмыссыздық 3,5%-ға дейін түсіп, жаңадан 1 миллион жұмыс орны ашылады. Ал 2018 жылы кез келген мемлекеттің байлық өлшемі болған ақш-тың жалпы ішкі өнімі 3%-ға дейін өседі. Дегенмен бұл керемет экономикалық көрсеткіштер Трампты екі бірдей импичменттен құтқарып қалмайды. Яғни оны 2 рет оппозициядағы қарсылас демократиялық партиясы биліктен тайдырмақшы болады. Алайда республикандық жоғарғы сот пен ақш-тың сенаты атышулы президентті қолдап ақтап шығады. Дональд Трамптың бірден екінші рет президент болмауының негізгі себебі 2020 жыл. Нақтырақ айтқанда, бүкіл әлемді сілкіп алған ковид пандемиясы мен сол кезде Трамптың қабылдаған шешімдері мен амалдары. Қысқаша айтатын болсақ, дәкең пандемияны мойындамай бүкіл адамзатқа қиянат жасады деп Қытайды айыптайды. Дональд Трамп президенттігінің мен үшін тағы бір қызық жері, өзі иммигранттардың ұрпағы бола тұра, сол иммигранттардың аяусыз жауына айналады. Заңсыз миграцияны тоқтату үшін Мексика шекарасымен ұзын қабырға тұрғызады. Алайда бұл шара мексикалық босқындардың санын азайтпайды. Есесіне, Қытайда ұлы қабырғасы болса, ақш-та Трамптың қабырғасы тарихта қалатын болды. Ары қарай өздеріңіз білетіндей, соңында қуа бастаған қаусаған шал Джо Байденнің президенттік мерзімі аяқталуына таяу, сары жігіт Дональд Трамп келесі президенттік сайлау бәйгесіне көптеген бөгеттерге қарамастан жақсылап тұрып өте белсенді кірісіп кетеді. Оның қарсыластары демократтар Трампты 4 рет сотқа береді. Оның ішінде мемлекеттік құпияны жариялау айыбы, халықаралық шантаж, 2021 жылы Трамптың жанкүйерлері Капитолийда, яғни ақш-тың парламентін басып алуы, бір порноактрисаның аузын жабу үшін пара берді деген айыбы. Алайда мықты адвокаттарды жалдауға қабілеті бар Трамп бұл айыптардан ақталып шығады. Заң жолымен Трампты алып тастауға қауқарсыз болған қарсыластары оны ақыры өлтірмекші болып, 2 рет сәтсіз қастандық жасайды. Бүкіл әлемге бір сәтте таралып кеткен мына суреттер Трамптың ақш-тың келесі, яғни 47-ші президенті болатынының белгісі болды. Достар, біздің арна қарқынды дамып келеді. Осыған орай командамыздың кеңеюіне байланысты бізге осы Friday Time арнасының форматында жазылатын талантты сценаристер керек. Егер сізде бұндай қабілет пен біздің негізгі идеямыз қазақ тілді интеллигенцияның жаңа буынын қалыптастыру мақсатымызға атсалысқыңыз келсе, төмендегі телефон арқылы хабарласыңыздар. Енді Трамп жайлы мен өз ойымды айта кетейін. Жас кезінде ол продюсер мамандығына Калифорния университетіне түсіп, Голливудты бағындырғысы келген. Бірақ оны оқуға қабылдамай қояды. Алайда дәкең экранға деген, танымалдылыққа деген махаббаты мен ынтасын түрлі шоуларға қатысу арқылы іске асыра білді. Қазір екінші рет президент атанып, түрлі инфоповодтар жасап, бүкіл әлем назарын үнемі өзінде ұстап отырады. Украинадағы соғыс пен таяу шығыста қақтығыстарға араласады. Кеше Путин мен Аляскада кездессе, оның алдында Иранды бомбалап тастайды. Ол аз десеңіз өзінің адал қолдаушысы Илон Маскпен ұрысып қалады. Жалпы үнемі назарда. Трамп үшін президенттің ордасы Ақ үй кезекті сәтті шоуды түсіретін алаң сияқты. Ол үшін бәрі ойын, бәрі шоу. Тек бұл ойын мұнай бағасынан бастап бізбен қоса миллиардтаған адамдардың тағдырына әсер етіп келеді. Осымен бала кезінен молшылықта өсіп, сұлу қыздар мен қымбат көлік мініп, көздегеніне жетпей қоймайтын атышулы Дональд Трамп жайлы айтарымыз осы. Әдеттегідей видеомыз өтсе, арнамызға жазылып, пікірлеріңізді аямаңыздар. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Келесі көріскенше бар болыңыздар.